медицина қызметкерлері тарапынан жиі қойылатын сұрақтардың біріне жауап беретін боламын. Мен мәмс жүйесіне жүйелі түрде ай сайын жарналар мен аударымдарды жасаймын. Сақтандырылған статусым бар, бірақ не себепті көлік жүргізу куәлігі үшін, спорттық сауықтыру кешендеріне бару үшін, немесе қаруды алып жүруге рұқсат алу үшін міндетті медициналық тексерістерді, міндетті медициналық анықтамаларды ақылы түрде аламы деген сұрақ көп қойылады. Осы туралы айтатын болсақ, біріншіден, медициналық міндетті тексерулер Қазақстан Республикасы халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекстің 86 бабымен, сондай-ақ жұмысқа тұру кезінде және мерзімді міндетті медициналық тексерулерден өту бойынша денсаулық сақтау министрінің 131 бұйрығымен бекітілген. Қызмет көрсету құны халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекстің 102 бабына сәйкес айқындалады. Ақылы медициналық тексеруден өту және анықтамаларды алу азаматтың өз қаражатынан немесе ерікті медициналық сақтандыру құралдары арқылы немесе жұмыс берушінің жеке қаражатынан және басқа да Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін қаражат көздермен алынады. Бұндай міндетті медициналық тексерулерді тіркелген жеріне қарамастан және сақтандыру статусына қарамастан алуға болады. Айта кететіндігі, міндетті медициналық тексерулер мәмс жүйесіне де және тегін медициналық көлемнің кепілдірілген көлеміне қарамастан беріледі. Халықтың декреттелген тобына медициналық тексерулер өз қаражаты есебінен өтіледі.